Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Қазақстан Республикасы азаматы ретінде сізден өтініп сұрайтыным, мен Шығыс Қазақстан бұрынғы Семей облысы Жарма ауданы станция Жаңғызтөбеде дүниеге келіп, сол жерде оқып өстім. Ол жерден оқуды бітіріп, арман қуып Алматы қаласына кеттік. Осы Алматыда тұрып жатырмыз. Біздің сізден өтініп сұрайтыным, біздің Семей полигон жеңілдіктерін қайтып берсеңіздер екен. Неге деген сұрақ туындаса, біздің Семейде өткен Семей полигон қасіреті, бұл ел қасіреті. Өйткені біздің жерде 40 жыл жер бетінде, жер астында қанша сынақтар өткізілді. Сол сынақтардың арқасында біздің адамдардың қанша мөлшерде радиация алды. Сол радиацияның арқасында қанша адамдар ауру болды, кемтар болды. Қанша адамдар жасына жетпей қайтыс болып жатыр. Қанша бала зардап шекті. Ал енді былтырға дейін бұл жеңілдіктер бар деп есептелетін, бірақ қағаз жүзінде болғанмен іс жүзінде ешқайсы жеңілдіктердің ешқайсысы жүрген жоқ. Семей өңірінде тұратын адамдардың бұл жеңілдіктердің бар екенін мүлдем хабарсыз болды. Ал былтырдан бері бұл жеңілдіктерді Семей өңірінен шығып кеткен адамдардың бәрінен алып тастады дейді. Неге? Бұны қай адам айтып отыр? Семей өңірінен шығып кеткен адамдардан радиация жоғалып кетеді дегенді қандай адам, қандай оймен айтты? 40 жыл радиация алған жердегі адамның радиация ғасырлар бойы жетпейді. Бұл ғалымдармен зерттеліп айтылған нәрсе. Мысалға алсақ, Хиросимада бір ядерный бомба тасталғанына адамдар әлі зардап шегуде. Оның халқына өз мемлекеті әлеуметтік көмек, медициналық көмек, қаржылай көмек көрсетеді. Ал ойлап қарасаңыздар, біздің жерімізде Ұлы Дана Абай Құнанбаев жерінде қанша жыл, 40 жыл сынақ өткен жердегі адамдарда, Семей өңірінен шығып кеткен адамдарда радиация жоғалып кетті дегенді қандай адам айтты? Қарап отырсаңыздар, Семей өңіріндегі адамдардың көбісі 70% онкологиялық аурумен ауырады, басқа ауруларды айтпағанда. Емделетін жерлері аз, ешқандай көмек көрсетілмейді.